Отряд айқасқа аттанып кеткен. Лагерь жым-жырт. Лагерьде жаралы партизандар мен кішкентайлардың барлаушылар тобы ғана қалған. Лагерь комендантының орнына қалған Анна Ивановна Савченко түнмен көз шырымын алған жоқ. Ол лагерь күзетінде тұрған сақшыларды аралап дамыл таппады. Ең ақырғы күзет орнынан штабқа қайтып келді. Оның жүрегі қобалжып мазасыздана берді. Әрине, бұл өте бір қауіпті күндер еді. Өйткені партизан отрядтары басқыншыларға жиі шабуылдап тұрған кез болатын да, басқыншылар да халық кегін алушыларға қарсы өздерінің жазалаушы отрядтары мен полицейлер тобын үсті-үстіне жіберіп тұрған уақыт еді. Оның үстіне соңғы кезде түскен жау тыңшысының жауабы бойынша жазалаушы жендеттерінің осы орманға шабуыл жасауға әзірленіп жатқаны анықталған. Сол үшін де отряд командирі лагерден аттанғанда Анна Ивановна мен кішкентайлар тобына үлкен жауапкершілік артып, осы жағдайды ескертіп кеткен болатын. Таң ата жауын жауды. Бірте-бірте бұлт қоюланып, орман үстінен арқан бойы жоғары көтерілді де, арты ақ жауынға айналды. Серік кезекті күзетінен келді. Оны Анна Ивановна әдеттегісінше құшақтап бетінен сүйді. Борис келгенше ұйықтап демал. Ол келген соң екеуің тағы да ұйықтамайсыңдар деді. Ол қай күзет орнына кетті деп сұрады ол Анна Ивановнадан. Не, оған барғың келіп тұр ма? Иә. Жоқ, бармайсың, әскери тәртіпті білмейсің бе? Күзетте тұрған сақшының жанына күзет бастығынан басқа ешкімнің баруға қақысы жоқ, деді Анна Ивановна үзілді-кесілді. Өзінің досының жанына барғысы келіп тұрған Серік ойланып қалды. Сол кезде бірінші жасырын күзет орнынан күзет бастығын шақырған белгі берілді де, Анна Ивановна өз орнына Витряк Данил Артемовичті қалдырып, Серікті ертті де асығыс жүріп кетті. Данил Артемович 30-дардың ішінде, қара торы, алып денелі адам еді. Бұл отряд комиссары болып жүріп, бір соғыста қолынан жараланып лагерде болатын. Анна Ивановна мен Серік күзет орнына келсе, 30-дарға келген ашаң, орта бойлы сары әйел мен 16-17-лерге келген қара торы қыз тұр екен. Анна Ивановнамен қол алысып амандасқаннан кейін, маған отряд командирі керек еді. Сіз бізге күдіктенбей-ақ қойыңыз. Мен Трахтамиров селосындағы астыртын үйінің мүшесі Воронецкая Надежда Ивановнамын. Мынау да сол үйінің мүшесі Варя деген қыз. Бізді сіз білмегенмен отряд басшыларының көп біледі, деді әлгі орта бойлы сары әйел. Неге білмеймін? Мен сізді сыртыңыздан жақсы білемін. Сіздің істеп жүрген жұмысыңызды командир әрқашанда үлгі ретінде партизандарға айтып отырады, деді Анна Ивановна. Иван Кузьмич пе? Иә. Сіздің аты жөніңіз кім? Сізді мен де білетін шығармын, деді әлгі әйел жұлып алғандай. Савченко Анна. Мен де Ивановнамын, деді күліп Анна Ивановна. Естігемін. Македон селосында болдыңыз ғой? Иә, меніңше таныс болып шықтық. Өте маңызды хабармен келіп едім. Командирге қалай жолығар екенмін, деді Надежда Ивановна асығып. Ол кісіге жолыға алмайсыз, ол кісі лагерде жоқ. Орнына қалған адамға не орынбасарына болса да жолықсам жарар еді. Жұмысым өте тығыз, деді тағы Надежда Ивановна. Айта беріңіз жұмысыңызды. Иван Кузьмич келісімен айтайын, деді Анна Ивановна байланысшыларға жақындай түсіп. Асығыс деп тұрмын ғой. Ходоров селосына 2 жазалаушы отряд келді. Олар ертең осы орманды сүзуге шықпақ. Соны хабарлауға келіп едім. Сақ болыңыздар. Ол жендеттер бүгін де бері шығып қалуы мүмкін, деді Надежда Ивановна келген жағына ұрлана қарап қойып. Анна Ивановна аз кем ойланып тұрды. Рахмет, хабарыңызды тез жеткізейін, деп байланысшылармен қоштасты да Анна Ивановна лагерге беттеді. Байланысшылар да күзет орнынан алыстап, ағаш араларына кіріп көрінбей кетті. Анна Ивановна Данил Артемовичпен ақылдасып, Серік пен Бористі соңғы жағдайды хабарлау үшін отряд соңынан жібермек болды. Бористі күзет кезегінен ауыстырып шақырып алды да, Серік екеуіне тапсырма беріп, лагерден шығарып салды. Екеуі Анна Ивановна мен Данил Артемовичтің айтқан жермен күннің жауынына қарамастан орман ішімен 30 шақырымдай жер жүрді. Отрядтың жаумен айқасатын елді пункттеріне де таяп қалды. Астыртын жұмыста жүрген кездерінде бұл төңіректің әрбір бұтасын біліп алған Серік пен Борис сәл демалып, жол азықтарын жеп жүректерін жалғады. Сөйтіп отырғанда кеш те батып қалды. Барлаушылар да ілгері жүріп кетті. Әбден қараңғы түскенше жүріп, Канев қаласының терістік жағындағы қалың жас қайың арасына кіріп, сол жерге түнеп шықпақ болды. Жауыннан әбден су болған балалар киім-кешектерін сығып, плаш-палаткаларға оранып жатып қалды. Көздері енді іліне бергенде мылтық атылып, жақын бір жерден соғыс басталып кетті. Серік пен Борис бастарын көтеріп тыңдады. Атыс барған сайын үдей түсті. Жеке мылтықтар даусына пулеметтердің ұзақ очередтері ұласып, тым тыныштығын бұзып жатты. Отрядта ұзақ уақыт болып сан рет айқастарға қатысқан Серік пен Борис атылған мылтық даусынан өз отрядтарының жаудан гөрі соншалықты басым аттылап жатқанын айырып тыңдап отыр. Жарты сағаттан соң тақ-тақ тоқ-тоқ етіп, неміс винтовкалары мен пулеметтерінің даусы да естіле бастады.
Түн ортасы шамасында бәсеңдеп, екі дүркін гүрс-гүрсімен ажарылды. Сонымен бұл айқас аяқталғандай болып, қап-қараңғы түн жым-жырт бола қалды. Борис пен Серік те плашпалатка арасына қайта кірді. Ол екеуі көпке дейін ұйықтамады. Осындай мазасыз кезде, арнаулы тапсырмамен жүргенде сірә ұйқы келер ме? Енді біз оларды таба алмаймыз, деді Борис Серікке қарай аунап түсіп. Неге таба алмаймыз деп сұрады Серік. Олар немістермен соғысты ғой. Соғысса несі бар? Енді бері қарай қайтады. Сонда таңертең осы арадан өтпей ме? Осы арадан басқа жермен жүрмейді. Днепрдің арғы жағына олар өтпейді дегені қайда мамамның? Олай болса осыдан басқа жол жоқ деп дәлелдеді Серік. Борис сенерін де сенбесін де білмей үнсіз жатыр. Екеуі ұзақ уақыт жатып, ақыры ұйықтап та кетті. Борис, тұр, деді Серік Бористі түртіп оятып. Борис басын көтеріп, көзін оң қолымен уқалап отырып, не болды деді, ұйқылы ояу еш нәрсеге түсіне алмай. Отряд келе жатыр ғой деймін, тыңдашы, мына жақтан дыбыс шығады деп Серік түстік жаққа құлағын теге қойды. Борис те тыңдай қалды. Сөйлеген адамдардың неміс дауысы келеді, бірақ сөздері анық естілмейді. Немістер болса қайтеміз, деді Борис сыбырлап. Немістер болса ма деп Серік сәл ойланып қалды да, осы арадан байқап көреміз. Егер немістер болса, былай төмен қарай ағаш арасымен қашамыз да Днепрдің жағасымен лагерге барып хабарлаймыз, деді. Серік осының дұрыс па дегендей Бориске сұраулы пішінмен қарап. Борис алғашында келіскендей болғанмен аздан соң отрядты таппай келмеңдер деген қайда мама мен комиссардың деп дағдарып қалды. Егер бұл келе жатқандар немістер болса, біздің лагерге шабуыл жасағалы бара жатпағанда қайда бара жатыр дейсің. Сондықтан мамама тез барып хабарлауымыз керек. Отрядқа немістер ештеңе істей алмайды. Отряд ертең болса да лагерге бәрібір келеді. Спиржевой ағайдың тобы 4 күн немістердің қоршауында қалып, аман-есен лагерге келген қайда? Сол сияқты олар да келеді, деді Серік Бористің құлағына аузын төсеп. Борис екі ойлы болып Серікке бажырая қарады да онан ары тіл қатпады. Сөйтіп отырғанда манағы дауыстар жақындап келіп қалды. Өз отрядының адамдары екені байқалды. Серік пен Борис өз адамдарын танып кетті. Олар жүгіріп барып алда шолушы ретінде келе жатқан ағайынды партизандар Сильвестр Горовенко мен Василий Горовенконың мойнына асыла кетті. Партизандар да оларды көріп қуанысып қалды. Мұнда қайдан жүрсіңдер таң атпай деп сұрады Сильвестр Горовенко екеуінен. Екеуі бірден не дерін білмей іркіліп қалды. Лагерден қашып шығып, біздің соңымыздан тайып отырған ғой, деді Василий Горовенко екеуіне сенімсіздене қарап. Жоқ, Василий ағай, біз командирге пакет әкелдік, деді Борис, велветінің ішкі қалтасына қолын салып жатып. Ендеше тез жүгіріңдер, командир кейінірек келе жатыр деп Сильвестр Горовенко екеуіне жол нұсқап жіберді. Серік пен Борис жүгіре жөнелді. Олардың соңынан екі партизан көз жазғанша қарап тұрды да ілгері аяңдады. Өте жақсы балалар, бірақ не керек деген асыр салып, уайым қайғысы өткізетін сәби өмірлері оқ пен оттың ортасында өтіп жатыр. Қыршын жастар жасына жетпей, өмір қызығын көре алмай кетуі мүмкін ғой. Біз болсақ 50-ге келіп қалдық. Жас шағымызда жаман өткен жоқ. Жігіттік дәуірдің де қызығын көрдік. Алай бұлай болып кетсек, өкініші жоқ сияқты. Бұларға қарағанда қаршадай бастарынан айдалада түнеп, бозторғайша таң сәрісінен тұрып, бұта паналап жүргендері мынау. Олар тағдырға не жазды екен? Бористі қойшы, мұның мамасы жанында ғой. Ана Сережа бейшараны айтсаңшы. Шешесі болса жау қолынан қаза тапты. Әкесінің қайда екені, өлі тірісі де белгісіз. Өз елінде туған туысқандарының арасында жүрсе, тағы бір сәрі, басқа елде, басқа халықтың арасында жүр. Ол тіпті жас қой, не түсінеді? Елінің қайда екенін де білмейтін шығар. Осынша бүліншілікке қаншер қарақшы Гитлер жауапты. Ананы баладан айырған сол қарақшы деген әрқилы ой Сильвестрді шырмап алды да бас көтертпей қойды. Ол Василийге еріп келеді, тек сүлбері келеді. Менің жорам да осылардай. Оның өмірі не болар екен? Бірақ ол әйтеуір әке-шешесінің жанында ғой. Отрядта өзімен бірге ғой, деп тағы ойына келген әрнеге ерік беріп келе жатты да, жорасының өз жанында қазір жоқ екенін, оның лагерь күзетінде қалғанын есіне түсіп, денесіне суық тамшы тигендей сергіп кетті де. Вася, әлгі балалардың не үшін жүргенін де сұрамаппыз ғой, лагерь аман ба екен деді. Лагерь аман дейді. Шамасы бүгін ертеңдер жазылушы отряд осы орман түзетін сияқты. Соны хабарла деп командирге жіберсе керек. Қазір командирдің өзі басқа жаңалық болса айтады ғой деп жауап қатты Василий алдын мұқият болжап келе жатып. Сөйткенше болмай, тоқтаңдар деген команда берілді де, батальон командирлері отряд командиріне кетті. Жарты сағат өтпей-ақ салт атты партизан тобы ілгері қарай жүріп кетті. Борис отрядпен бірге қалды. Серікті салт аттылар тобы командирі Гриша Вовка бір атқа мінгізіп ертіп алды.
Серік жастайынан үлкен әкесі мерген шалдың қолында колхозда өскен. Ауылда жастайынан атқа мініп үйренген, аттың құлағында ойнайтын. Талай рет тойларда ат жарысына қатысқан. Міне Серіктің осы сырын білетін командир Вовка оны тастағысы келмеді. Сережа, бері кел деп Серікті қасына шақырып алды. Өскенде кім болғың келеді деп сұрады. Мен бе деп Серік сәл кідіріп қалды. Осы шын сұрап келе ме дегенде командирге қарады. Иә, сен кім болғың келеді өскенде деп Вовка қайта сұрады. Атты әскер командирі, не болмаса артиллерист болғым келеді деді де Серік күрсініп қойды. Серіктің неге күрсінгенін түсіне қойған командир сөзді басқа жаққа бұрмақшы болып. Сережа, Борис екеулерің анадағы полицайды қайдан ұстап алдыңдар, соны айтшы деді. Оны қойыңызшы, ол мас полиция ғой. Мас ұйықтап жатқан полицейдің мылтығын алдық та, екі қолын артына қайырып байлап болған соң оятып, лагерге алып келдік. Онда есі масты Борис екеуміз түгіл, ана кішкентай Вова мен Миша да лагерге алып келе алады деп Серік мініп келе жатқан қара төбел атын төгіліп тұрған шыңқай қара жалын оң қолын саусақтармен тарап қойды да астындағы офицерлік ер тоқымына қызға қарады. Ол қарсыласпады ма? Қайдан қарсылассын? Қолында мылтығы жоқ болса, тіпті екі қолы бірдей байлаулы болса не істесін? Борис мылтығын әзірлеп алып та кезен соңынан жүріп отырды. Мен полицайдың мылтығын иығыма асып алып, өз мылтығымды әзір ұстап Бориспен қатарласып жүріп отырдым. Мылтық деп келе жатқаның мынау ма деп Вовка Серіктің мойнында автоматша көлденең асулы келе жатқан винтовка кесіндісінің қамшысын нұсқады. Сыннан өткен мылтық атуды жақсы білетін жас партизандарға қару ретінде осындай винтовка кесінділері берілетін. Ол дүмімен стволын қысқартып кесіп тастаған кәдімгі винтовка. Алып жүруге өте қолайлы. Маузердің ұзындығындай болады. Әрине онымен алыстан атып жауға дәл тигізе алмайсың. Оның оғы винтовка оғы жететін жерге де жете де алмайды. Бұл жақын жерден атуға, үйдегі айқасқа қолдануға, астыртын жұмыста жүрген адамдарға ұстауға өте қолайлы қару. Атқанда дауысы кәдімгі винтовкалардан қатты шығады. Бұл винтовка кесінділері азамат соғыс кездерінде де қолданылыпты. Міне сол айбынды қарудың бірі қазір Серіктің мойнында келеді. Серік мылтығына қарап қойды да: жолдас командир, бұл мылтық болғанда қандай? Бұл зеңбірек, ол полицай, сол арада қарсыласса көресісін көретін еді. Мұнымен атсам оның мойнын түп орнымен жұлып әкетеді. Анада тарас Атай күзетіп отырған неміс солдатты қашқанда Атай сасып қалып, Борис зеңбірегімен басып қалғанда қалпақтай ұшқан қайда фашистің деп мақтады Серік мылтығын. Сонда осы зеңбірекпен атып деді Боря, командир сөзден жеңіле бастағандай болды. Осымен атқан. Онда Бористің зеңбірегін Каман ағай барлауға алып кетпеп еді, деді тағы Серік өткен командирдің есіне салып. Командир сағатына қарады да жылдам жүріңдер деген белгі берді. Сол жүргеннен суыт жүріп отырып, салт аттылар тобы лагердің қауіп төніп тұрған терістік жағына өтіп, орман шетіне келіп бекінді. Серік командир пакетімен лагерге тартты. Серік лагерден қайта шығып келе жатты. Ол Анна Ивановнаның ақырын жүр, жығылып қаласың деп ескерткен сөзіне екі еткісі келмейді. Ақырын жүріп келеді. Жол ортадан асқан кезде іш пысты ма немене, бір жалғыз аяқ жолға түсті де ойға қарай желе жөнелді. Қара төбел ат еті қызып алған соң ауыздықпен алысып жүрсін барған сайын үдете түсті. Сол жүргеннен жүріп отырып, Серік орманның терістік шығыс шетіне қалай шыққанын да сезбей қалды. Ағаш сиреп алыстан бір село мұнарланып көзге түсті. Серік тізгінін тежеп тоқтай қалды. Бұл қалай, адасып келе жатыр екенмін ғой. Анау Григорьевка селосы, анау көрінген су Днепр деп күбірледі де Қаратөбелдің басын солға шұғыл көрді. Енді адаспас үшін орманның шетінен алыстамай терістік батысқа қарай жүрді. Желе жортып келе жатып ат ауыздығын сүзіп, басын ілгері изеп қалса, Серік тізгінінен айырылып қалатындай сезінеді. Тізгінін кішкентай қолына орап, қос қолдап тежеп ұстап келеді. Бір кезде Анна Ивановнаға еріп, осы көрінген Григорьевка селосына талай рет келгені есіне түсіп, Серік оң жағына қарап еді. Оның көзі бір сұмдықты шалып қалды. Селоның бергі жағындағы шағын орманға қарай село жақтан келе жатқан бір топ қара киімділерді көрді. Барлауға жиі шығып, тәжірибелі партизандардың жанында көп жүріп қалған Серік тоқтай қалды. Екі көзі село жақта. Қара киімділер соңынан көк киімділер шұбап келе жатыр. Олардың саны тым көп сияқты көрінді. Әлгі шағын орманға кіріп жатыр. Олардың қара киімділері полицайлар, көк киімділері неміс солдаттары екенін Серік бірден білді. Ол енді жаудың қалай бет алып келе жатқанын анықтап білгісі келді де, атын тасаға байлап, өзі ағаштың қалқасымен бұтағын жан-жағына еркін жайып тұрған жуан сары қарағайдың түбіне келді. Әлгі жаққа көз жіберіп еді, ештеңе көре алмады. Сонсоң қарағайға өрмелеп шыға бастады. Жоғары шығып барып қарап еді, бүкіл село, оның маңайындағы шағын ағаштар аяғының астында жатқандай болып көрінді. Көк киімділердің соңы шағын орманға жақындағанда, қара киімділердің алды ол орманнан шығып, бораннан ықтап келе жатқан малдай Серіктің өзіне тура келе жатқандай болды. Серік абың-бүгін ағаштан түсті де атына мінді.
Ол енді жан-жағына қарамастан шаба жөнелді. Сол шапқан бойы тосқауыл жасап жатқан салт атты партизандар тобына келіп, алдынан шыққан Иван Ломакадан командир қайда деп сұрады. Оны қайтесің, аттан түс, әңгімелесейік, лагерьдегілер аман ба екен деді Иван серіктің тізгінінен ұстай алып. Керек, жау келіп қалды, ана жақтан келе жатыр. Командир қайда деп серік тебініп қалғанда, Қаратөбел атып кетіп, Иван тізгінінен айырылып қалды. Иван, ана ағаштың түбінде жатыр деп командир жатқан жерді нұсқап жіберді. Серік командирдің жанына келіп атынан түсе қалды да, оған көрген білгенін түгел баяндады. Командир кішкентай барлаушының сөзін мұқият тыңдап алды да, ол жендеттер қырмен шықпай Днепр бойымен келген ғой, деп күбірлеп жүресінен отыра кетіп, планшетінен алған ақ қағазға бірдемелерді жаза бастады. Серік командирдің ендігі бұйрығын күткендей атының тізгінін ұстап тұра берді. Қаратөбел ат пысқырып жер тарпиды. Серік оның танауынан сипап мойнынан қағып қояды. Командир жазған қағазын төрт бүктеп орнынан тұрды да, осы жерге өзіміз жүріп келген жолды білесің ғой, сол жолмен шауып барып мына қағазды Иван Кузьмичтің өз қолына тапсыр. Олар біздің ізімізбен келе жатыр. Түсіндің бе, Сережа? Тез бар, бұл жауапты тапсырма, деді Вовка. Түсінікті, деп Серік қағазды велбеткасының төс қалтасына салып та атына қарғып мінді. Жолың болсын, Сережа, деді командир байланысшысына сүйсіне қарап тұрып. Серік атының басын кейін шұғыл бұра беріп, қайтып осы жерге келейін бе деп сұрады командирден. Жоқ, біз бұл жерде болмаймыз, отрядпен бірге боласың. Сенің қайда болатыныңды Иван Кузьмич біледі, деді командир Серіктің соңынан. Серік түсінікті дегендей басын изеп те Қаратөбелге қамшы басты. Иван Кузьмич километрлік картасына қызыл қарындашпен 3-4 белгі салды да, картаға үңіліп жанында тұрған Константин Спижевойға қарап, міне осы жерлерге максималкаларды орналастыр да, мына екі ортаны ашық қалдыр. Олардың алдыңғы шолушылар тобын өткізіп жібергеннен кейін бұл жерде 2 Дегтяревпен бекіт. Өте сақ болыңдар. Жау шолушылары бұл қақпаға ешбір күдіксіз кіретін болсын. Жаудың қалың қолы 50-60 метр жақындамайынша оқ атпаңдар. Вовка мына шеке шоқ қарағай ішінде. Сендер жаудың бетін пулемет оғымен бұрата тойдырған кезде олар да қылыштарын көтереді. Жауды мына арадағы еңісте бір жола жойып жіберу керек, деп картаның қоңырлау бояумен қисық-қисық сызылған жерін командир қарындашпен айналдыра сызып көрсетті. Содан кейін Спижевойдың бетіне қадала қарап отырды да, саған көмекке Бутенко мен Алексеенкалар да жетеді, деп қорытты ол сөзін. Түсінікті, жолдас командир, бұйрығыңызды орындауға рұқсат етіңіз, деп Спижевой тік тұра қалды. Рұқсат, байланысшыны байқап жұмсаңдар, оны оққа ұшырып алмаңдар. Жолдарың болсын, деді отряд командирі. Жарайды, біздің Сережаға оқ тимейді. Ол оқ тимес. Ол қайда? Аман келді. Партизандар оны аман келді деп атап кеткен еді. Баста жолды, деп Спижевой анадайда Бористің қасында тұрған Серікке дауыстады. Серік партизандар тобының алдына түсіп, Кузьмичпен қоштасқандай ат үстінен қолын бұлғады. Командир Серікке сақ бол дегендей сұқ саусағымен белгі берді. Сол арада отряд екіге бөлініп те, жартысы айқысқа аттанып, жартысы лагерьге қарай беттеді.